Сәлем құрметті менің каналымның көрермендері. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бізде бүгінгі өтетін тақырыбымыз өткен жолғы видеоның астындағы комментарийге байланысты көздегі эффекттер. Ол дегеніміз не? Яғни бізде көздер адамның жаратылысына байланысты әр түрлі бөлінеді. Мысалға бір қыздардың көздері өте үлкен болады, немесе қысыңқы болады. Көздер жастары 30-40-тан асқан қыз-келіншектердің көздері үстіндегі терілері салбырайды кей кездерде. Немесе алдыңғы жақтары тез төмен түсіп кеткен көздер болады. Немесе артқы жақтары көздің төмен түсіп кеткен көздер болады, резкий. Міне біз эффект дегеніміз, яғни осы барлық көздегі басқа осындай заттардың барлығын жойып, барынша көзді әдемі формаға келтіру. Яғни кірпікті соған сәйкес жабыстыру болып есептелінеді. Бірақ та жабыстырмас бұрын клиенттің өзінің көзқарасыменен біз келісіп алуымыз керек. Оған міндеттісің деген әңгіме жоқ. Яғни міне келесі суретте бізде натуральный, кукольный, лисий, беличий, разряженный деген эффекттер көрсетілген. Бұл жерде сіздерге бір көзге барлығын жабыстырып көрсетілген. Себебі қалай тұратынын, қандай айырмашылықтары бар, сол нәрсені көру үшін осылай көрсетілген. Менің каналым ұнап жатса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ең бірінші натуральный эффект. Натуральный эффект дегеніміз бұл көзі өзіне ұнайтын, және де сіз былай бір қараған кезде көзінде ешқандай артық ештеңе көрмей тұрсаңыз, осы натуральный эффект жабыстыруға болады. Немесе қас пен көздің арасы алшақ емес қыздарға осы натуральный эффект жабыстыруға болады. Натуральный эффект дегеніміз, яғни ұзын емес кірпіктерді жабыстырасыздар. Мысалға, максимум 11-ге дейін баруға болады, содан төмен ұзындықтағы кірпіктерді жабыстырасыздар. Ең ұзыны. Кукольный эффект дегеніміз бұл ең ұзыны, яғни сіздерге бұл алдыңғы жағына басқаша жабыстырасыздар. Ең ұзыны 13, кейбір қыздар 15-ке дейін жабыстырады. Енді әрине ондай кірпік жабыстыру өте аз, но бірақ та кукольный дегеніміз солай. Мысалға ең басында бастапқы көздің алдыңғы жағына қысқарақ кірпік жабыстырамыз да, одан кейін ұзындықтарын бірдей етіп, аяғына дейін, ең аяғында кішкене 1-2 мм қысқа кірпік жабыстыруымыз мүмкін, ал ұзындықтарын бірдей етіп, ұзын етіп жабыстырамыз. Келесі бізде лисий эффект. Лисий эффект дегеніміз көбінесе бізде көзі үлкен қыздарда қолданылады. Яғни біздегі бұл жердегі мақсат көзді барынша қатты үлкен қылмай, кішкене сығыңқы қылу керек боламыз біз. Сол үшін біз осындай эффектті қолданамыз. Ол дегеніміз, яғни көздің сырт жақ бөлігіндегі екі жағының ұзын кірпікпенен, ал одан кейін көздің мына төбешігіне келген кезде қысқарақ кірпіктерді жабыстырамыз деген сөз. Сол кезде бізде көз кішкене болса да ұзын көрінетін болады. Келесі біздегі беличий эффект дейді. Беличий эффект дегеніміз бұл көбінесе көздің мына ең биік төбесінен көздің аяқ жағына дейін көздің резкий төмен түсіп кететін көздер болады. Яғни бізде қазіргі уақытта ондай көздер өте көп. Сол жерді біз көтеруіміз керек. Сондықтан да осы беличий эффектпен жабыстырылады. Мына жерде суретте сіздерде анық көрсетілген. Алдыңғы жағына қысқа кірпіктер жабыстырып келемізде, көздің ортасына жеткен кезде кірпіктер біртіндеп ұзара бастайды. Яғни бізде төмен түсіп кеткен жерді көтеру мақсатында. Көздің аяқ жағына қарай уже жаңағындай қысқа кірпіктерді жабыстырамыз. Солайша көзді ретке келтіреміз. Келесі бізде разряженный эффект дейді. Разряженный эффект кейбіреулер лучики деп те атайды. Бізде көбінесе бұл эффектке, мысалға, эффект Кайлимен шатастырып жатады. Ол екеуі басқа нәрсе. Разряженный эффект дегеніміз, яғни арасында лучики деп аты айтып тұрғандай, арасында ұзын кірпіктер қосып,
қысқа кірпіктермен, яғни қысқа кірпікпенен ұзын кірпіктің арасы бізде 3 мм болу керек. Егер де мысалға алдыңғы жағына 10 мм-ден кірпік жабыстырып келетін болсаңыз, мына ұзын кірпіктерін 13 мм қылып аласыз. Енді ондай қатып қалған заң жоқ, бірақ өзінің әдемі болып шығу үшін біз солайынан жабыстыратын боламыз. Бұл жерде мен сіздерге эффектілердің, яғни көзге жабыстыратын эффектілердің бірнеше түрін ғана көрсеттім. Және де әлі де алдағы уақытта тағы да көптеген ақпараттар беретін боламын. Тағы да осы эффектілерге байланысты айтылмай қалған біраз нәрселер бар. Егер сұрақтарыңыз болып, түсінбей қалып жатқан жерлеріңіз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта осы эффектілерге байланысты қолмен сызып көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет.